Сәлем, Адия. Көңіл күйің қалай? Өте тамаша. Адия, саған қай жылдың мезгілі ұнайды? Маған жылдың күз мезгілі ұнайды. Неге? Себебі мен жапырақтарды жинап, оны Көркем еңбектің альбомына жабыстырып қоямын. Және де анау жапырақтарды ағашқа жабыстырам. Туған күнім 24 қарашада болады. Келе жатқан туған күнімен, Адия. Сәлем, Аннежан. Сәлем, Адия. Қалың қалай? Өте жақсы. Саған қай жылдың мезгілі ұнайды? Қыс. Не себепті? Өйткені қыста қар лақтырасың, ақ қала жасайсың, сырғанайсың. Сенің туған күнің қай жылда болады? 28 ақпанда. Не? Туған күнің құтты болсын. Рахмет. Сәлем, Аясқа. Сәлем. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Саған қай мезгіл ұнайды? Көктем. Неліктен? Көктем мезгілінде дала ыстық болды, қалың киімдер шешеміз, көлдерге шомыламыз, сабақ аяқталады, гүлдер өседі. Маған сондықтан көктем мезгілі ұнайды. Бәрекелді.